Бүгін Қаншатыр сауда ойын орталығында біргеміз таза әлем атты экологиялық фестиваль өтіп жатыр. Фестиваль мақсаты күнделікті өмірімізде экологиялық әдептерді қалыптастыру және оған тұрғындарды тарту бағытталған. Жалпы бүгінгі шараға қатысушылар 300-ден асады. Фестивальға келушілер 10 түрлі мастер-класстар мен тренингтардан өтті. Тренингтар мен мастер-класстар бізде эко-сөмкелерге сурет салу сияқты эко-білезіктер, эко-сабындар дайындаумен ерекшеленді. Экологиялық фестиваль өтіп жатыр. Бұндағы басты мақсатымыз тұрмыстық қалдықтарды қайта кәдеге жаратуға болатындығын, сондай-ақ оны қайта өңдеу керектігін, экологиялық сананы, экологиялық білімді дамытуға қатысты бірқатар ойын түріндегі квест, сондай-ақ шеберлік сабақтар өткізіліп жатыр. Бұл әрине біздің өскелең ұрпақ үшін қажет дүние, біздің экологиямызды қорғауға, табиғатымызды аялауға қатысты өте қажетті бастамалардың бірі деп айтуға болады. Экология мәселелері өте өзекті болып табылады, және осы экофестиваль арқылы біз жасөспірімдерімізге, балаларымызға, жастарымызға экологияны сақтау маңызын жеткізгіміз келіп отыр, және осы экофестиваль барлық қатысушылардың көңілден шығады деп ойдамыз. Осы керемет бастамада біздің серіктестеріміз, оператор РОП білім жаңғырту орталығы, азаматтық бастамаларды қолдау орталығы, министрлігі және барлық біздің достарымызға рахмет айтқымыз келіп отыр. Ауқымды фестивальдің басты демеушілері ақпарат және қоғамдық даму министрлігі, азаматтық бастамаларды қолдау орталығы мен ÖKM операторы. Фестивальдің ең экобелсенділері үшін шара соңында лотерея ойын ұйымдастырылып, әртүрлі сыйлықтар үлестірілді. Сіздермен болған Жасыл Шақшы, келесі кездескенше.